Барларыңызға сәлем. Бүгінгі таңда экологиялық мәселелер әлемнің басты мақсатына айналды. Экологияны қорғау әр адамның басты дағдысына айналуы керек. Бұл жауапкершілікті қазір бастан бойымызға сіңірген жөн. Осы мақсатта экологияны үйренуге арналған шағын ойын жасадым. Енді осы қосымша арқылы жасадым. Бұл ойын балалар мен жасөспірімдерді экологиялық мәдениетке үйретуге бағытталған. Бұл ойынның басты мақсаты қоршаған ортаны қорғау, табиғатты ластамауға көңіл аударту. Ойын экологиялық білімді қызықты және оңай түрде жеткізеді. Осылайша балалар қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидаларын ойнап отырып үйренеді. Ойынның нәтижелері мен артықшылықтары: ойын арқылы олар табиғатты ластамау туралы мағлұматтар алып, қоршаған ортаны қорғаудың қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Сонымен қатар, ойын экология тақырыбын қызықты етіп жеткізгендіктен балалардың назарын осы мәселеге аударуға септігін тигізеді. Қорытындылай келе, мен жасаған экологиялық ойыным балаларға осы маңызды құндылықтарды үйретудің тағы бір жолы. Осындай ойындарды ысырақ қосымшасы арқылы ойын құрап балаларыңызға ұсынуларыңызға болады. Табиғатты аялау біздің қолымызда.